Ана sütü мен жылқы sütü біздің тарихымыздың басы. Аттар, тұлпарлар, өнер тарихымыздың ұлы тарауы. Қазақтың ұлттық ділін, туған тілін, дәстүрін жасасқан аса қасиетті жануар осы жылқы. Дүние жүзіне тарыдай шашылған қазақты диалектсіз сөйлетіп кеткен құдіретті күш те осы жылқы. Тақымымызда жылқы болғандықтан ғана қашсақ құтылып қуысақ жеңдік. Осынау ұлан ғайыр далаға тек жылқының күшімен, ақ найзаның ұшымен ие боп қалғанымыз ақиқат. Даланың сәні, көшпенділердің жаны, жылқы жануардың желде ескен шоғыры, рухыңды оятар дауысы, жер жүрегін дүрсілдеткен дүбірі, баршамызды, елесі де жоқ ескі заман, қыл құйрықты түйнек табан жануарға алғаш рет құрық салған, аңызға айналған бабалар мен олардың ат жалында жаратқан ұлы мәдениеті хақында білуге жетелеп, онан ары ынтықтыра түсті. Жылқы түлігі көшпенділердің ең қасиетті, ең қадірлі малы есептеледі. Аттылар әулеті деп аталған көшпенділер қауымын жылқы түлігінсіз елестету мүмкін емес. Жар тастарға салынған суреттерді байырғы тайпалардың дүние танымдық өресін, шаруашылық қаракеттерін, ең бастысы көлік жегін құралдары, екі доңғалақты арбалар туралы сақталған мәліметтер баршылық. Ұлан байтақ өлке ұлы тұрғындарының тыныс тіршілігі, өмір салты, өнер білімі, әдет ғұрпы, салт санасы, салтанаты, бүкіл мәдениеті жылқы түлігімен тығыз байланысып жатады. Қазақ төрт түлік малды айдағанда төрт түлігіне ат қояды. Түйені әтші деп айдайды. Қойды қотшы деп айдайды. Ешкіні чек деп айдайды. Сиырды оқ деп айдайды. Жылқыны шу деп айдайды. Сонда шу деген сөз, жел деген сөз. Ал қыз туса жылқышы туды дейді. Біз бүгін шу деген сөз біздің қазіргі сөзіміздің бастан аяқ сапталуында бар. Шу дегенде сөзім былай бастады. Деген сөз а дегенде деген мағына береді. Шу қарақұйрық жөнеліп берді. Ой, желмен бірге шу қарақұйрық кетіп қалды. Осы сөздің барлығынан жүгіргенде, шапқанда алдынан жел шығаратұғын ең жүйрік малдың осы жылқы екендігін, сол мәдениетті егерген халықтың сөзінің ішінде шу деген сөздің бар екендігін табамыз. Міне содан шу чурқан, шу мәдениеті деген мәдениет кеп қалыптасты. Осы шулар кім? Қазір шу өзені дейтін өзен кімнің атымен қойылған? Бұл қай жерде? Соған қарай отырып, шу мәдениетінің жылқыны тапқырлағандар мәдениеті екендігін табамыз. Шу мәдениеті біздің арғы тектік мәдениетіміздің бір төркіні, бір тарауы. Жылқыны алғаш қолға үйреткен біздің ата-бабаларымыз екені ғылыми негіздермен дәлелденген ақиқат. Мұны дәлелдеп отырған біз емес, Германия, Америка құрам штаты, Ұлыбритания, Франция археологтары. Қазақстаннан табылған Ботай қорғанынан осыдан 6000 жыл бұрынғы жылқының сүйегі табылды. Зерттеу жүргізгенде сол кездегі адамдардың жылқыны үйреткені, ауыздық салғаны, қымыз ашытқаны, әрі оны дәрі ретінде пайдаланғаны байқалды. Ғалымдардың бұл нәтиже жетістіктері Американың ғылым дейтін журналында жарияланғаннан кейін барып, бұл жылқының
әлемде алғаш рет Қазақстан территориясында қолға үйретілгендігі, оны сол жерде жасайтын көшпенді тайпалардың қолға үйреткендігі, яғни оның күшкөлік ретінде пайдаланып, етін жеп сүтін ішкендігі туралы ғылыми дәлелдерді өзінің жүйесіменен ана ғылыми журналдарда баяндағаннан кейін барып, дүниеде жылқы туралы, оның қайда пайда болғандығы, кім үйреткендігі турасындағы нәрселердің барлығы негізінен шешімін тапты. Атап айтқанда, жылқының отаны Қазақстан деп айтуымызға болады. Қазір әлемде ақал теке тұқымы, жәуміт тұқымы, қарабайыр тұқымы, араб тұқымы, таза қанды салтатты тұқымы, дон тұқымы, буденный тұқымы, Украинаның ұлттық тұқымы, қазақ тұқымы қатарлы 250-ге жуық жылқы тұқымы бар екені мәлім. Қазақ бар жердегі жергілікті жылқыны қазақ жылқысы деп атады. Әсіресе біздің елімізде ол қазақ жылқысы деп аталады. Ал енді Қазақстанда тарихта қазақы жылқы деп, одан қалған мәселен жабы, мұғалжар, одан кейін жетістірген көшім, осылардың бәрі қазақ жылқысының гендік жағынан қатысты. Жылқы біткеннің арғы тегі, Керғұлан мен Тарпаң. Ата-бабаларымыз ежелден тағы жылқылардың тұқымдарын айыра отырып, қайсысы жылқының арғы тегі екенін білген. Алтай қазақтары жылқы атасы Құлан дейді. Бұрқылдаған қақ көзі, суат болмас демеңіз, жер тағысы Керғұлан, жылқы болмас демеңіз дейтін өлең жолдарының қалуы тегін емес. Ең соңғы Тарпаң Керғұланның 18 жасар айғыры 1890 жылы Шинжаңда атып өлтірілгені тарих беттерінде жазулы. Біз қазақ халқы тегіміз түркі, түлігіміз жылқы деп өскен елміз. Жылқы қазақтың ұлттық сана сезім, рухани болмыс, салт сана, әдет құрып, мәдениет пен өнерінің айырылмас бір бөлігіне айналып кеткен. Қазақ жылқы мінезді деп, жылқыны өзінің мінез, құлық, жан дүниесінің айқындаушына балаған. Демек, жылқы қазақ үшін тектіліктің бірден бір нышаны саналады. Жер бетінде табанын жер искемеген бекзат халық бар болса, ол қазақ болары даусыз. Сосында жылқыны бір қанатына балап, ат аясаң айылың қатты тарт деген. Ежелгі сақтар мен ғұндар Хинган тауларынан Дунай өзеніне дейінгі кең байтақ аймақта үйір-үйір жылқы өсіріп, жылқыны мемлекеттік пен қорғаныстың, өнер мен мәдениеттің, шаруашылық пен спорттың өресі биік деңгейіне жеткізген рас. Көшпенділер жылқы түлігін аса құрметтеп, жан серігі санаған. Олар аттарына да мыстан кеудені жауып тұратын сауыт кигізеді. Жүгендерін, шылбырын алтынмен әшекейлейді деп жазады тарих ғылымының атасы Геродот. Аттың өзінің сауыты болған. Аттың өзінің басына кигізетін сауыты. Одан кейін аттың өзінің мына тоқымның сыртынан жауып тұратын үлкен жаңағы сауыттар болған. Осы көне түріктердің бәрінде бар. Европа ғалымдары жазады, қазір мына Европа рыцарларының мәдениеті қайдан келді дегенде, осының барлығын көшпенділерден алған екен. Европалықтар бүкіл атты темірмен жарақтап тастайды ғой, түгел барлығына. Мына тізесіне дейін әуелі немене сауыт кигізеді. Осының барлығын біздің ата-бабаларымыз 6-7 ғасырда пайдаланған. Ал Европа одан кейін, бізден кейін 1000 жылдан кейін 14-15 ғасырларда пайдаланды осыны.
Жылқы әбзелдерінің ең көне элементінің бірі осыдан 4-5 мың жыл бұрын адам заттың ойлап тапқан металл ауыздықты жүген. Қола дәуірінің соңғы кезеңіне дүп келеді. Металл ауыздық пен сулықты ойлап табуы адамзат өркениетіндегі ең ұлы төңкерістік сипат алған айтулы жетістік еді. Атты ауыздықтап салт мінуді иске сақ, ғұн қатарлы көшпелі тайпалар мейлінше жетілдірді деп жазады тарихшылар. Жалпы біздің қазақтың дәстүрлі жылқы мәдениеті көп ғылыммен қатысты. Бұл мөлшері 12-13 ғылыммен қатысты. Соның ең алғашқысы тіл ғылыммен қатысты. Жалпы біздің тілдік қорымызға осы жылқы атауларының қосқан үлесі көп. Мен өзім жазған кітаптағы, өзім жинақтаған материалдағы атауларды санап көргенімде 817 атау болып шықты. Жалпы жылқыға қатысты атау. Тіке қатысты атаулар. Соның ішінде 140-ы биеге қатысты атаулар. 40 нешесі айғырға қатысты атаулар. Бұл сияқты атаулар өте көп. Сыртқы бейнесінен жалпы жылқының ішкі құрылысына дейін қазақша атаулар өте мол. Қазақ тумысынан жылқымен жарысып өскен халық. Жер жүзінде жылқының жасын, мінез құлқын, түр түсін, қадір қасиетін, түп тұқияннан өзгеден артық білетін бір жұрт болса, ол қазақ. Қазақ халқы жылқыға қатысты бүкіл өң түсті, қылаң, баран деп екі топқа жіктейді. Қазақ өзі бұрын жылқыны санамаған, түсіне, түріне байланысты түгендеген. Мысалы 200-500 жылқыны бір аралағанда соның несі бар, несі жоғын айтатын адамдар болған. Ботай мәдениетіне байланысты үлкен ғылыми конференция болды 1995 жылы. Әлемнің 26 елінен 80 жылқытанушы ғалым келді. Солардың алдында баяндама жасадым, сонда олар таң қалды. Қазақта жылқының түсіне байланысты мен 400-ге жуық сөз жинадым. Ал енді орыстағы жылқының түсіне байланысты сөздер бір 20 мен 30-ның арасында келеді. Бұл енді біздің әлемдік мәдениетке қосқан үлесіміз деп айтуға болады. Қылаң дегені ақ, көк, сары, бөрте, құла, шұбар, бурыл, ала болса, ал баран дегені торы, шабдар, жирен, күрең, кері, қара, қоңыр. Көп қасиеттер жылқының түсіне байланысты. Мына ақ жылқыдан ешқашан төзімді, шыдамды жылқы шықпайды. Ақ жылқы деген бұл ақ, көк жылқы дегенде бар ғой, бұлар сән салтанатқа ғана мінілетін жылқы. Соғысқа келмейді олар. Соғысқа келеді, соғысты қолбасшы бастап шыққанда айдынды болу үшін ақ боз атқа мінген. Баран түсті жылқылар мықты болған. Қара жылқылардың қымызына дейін күшті болған ғой. Әдейі байлар мына қара түсті биелердің қымызын ішкен. Ал ақбоз жылқылардың, ақбоз биелердің қымызы әлсіз болған, сұйықтау болған. Жылқының жасына қатысты атаулар жаңа туылған төл құлын, еркелетіп аталуы құлыншақ. Мерзімінен ерте туғаны марқа құлын, мерзімінен кеш туғаны кенже құлын. 6 айдан 1 жасқа дейін жабағы, еркегі 1 жастан 5 жасқа дейін құлын, тай, құнан, дөнен, бесті. Ал ұрғашысы 1 жастан 5 жасқа дейін құлын, тай, байтал, дөнежін, бесті бие. 6 жастан 8 жасқа дейін ат, айғыр, бие. 9 жастан 11 жасқа дейін қартаң. 11 жастан 14 жасқа дейін
кәр тамыз. 15 жастан 18 жасқа дейін кәрі. 18 жастан 20 жасқа дейін лақса. 20 жастан 22 жасқа дейін жасаған. 22-ден асқаны жасамыс делінеді. Жылқының мінездері. Жылқы кісінейді, осқырады, оқыранады. Шұрқырайды, арқырайды, үркеді, елеңдейді. Ішін тартады, еснейді. Бірін-бірі іздеп кісінейді. Кісінеп табысады, кісінеп танысады. Жылқы кісінескенше, адам сөйлескенше деген сөз осыдан қалса керек. Ал тағы біздің қазақтың жалпы өзіндік тілдік қорындағы жылқының мінезіне берген атау 14-15 түрлі атау бар екен. Бірақ мен ойлаймын, осы жылқының мінезі тұрақты болмайды. Бірі жылқы тоқ кезіндегі, жараған кезіндегі және арыған кездегі мінезі әртүрлі болып келеді. Ал кәртейген кезде тағы бір түрлі мінезін қалыптастырады. Жылқының жүрісі әдетте бірдей сияқты болғанымен, әр аттың жүрісі әр түрлі болады. Жүріс аттың мінезіне, дене бітіміне, үйренісіне байланысты. Жылқы жүрісін халқымыз аяң, жорға, желіс, шабыс деп жалпылама 4 түрге бөледі. Шеге тағаны, таға тұлпарды, тұлпар ерді, ер батырды, батыр елді сақтайды дейтін қанатты сөздің мәні терең. Қазақ халқы жылқыны қолға үйретіп, мініске пайдаланғаннан бастап, жайдақ мінсе тез жауыр, мінген адамға да қолайсыз болатындығын білгеннен кейін, жылқыны ерттеп мінуді тапқан және оны бірте-бірте айыл тұрманымен жабдықтап, жігіттің 4 тұрманын түгендеп, 5 қаруын толықтап берген. Біз өз жылқы мәдениетін әлемге тартып еткен халықпыз ғой. Сонымен қатар мына ер тұрмандарды да тартып еткен халықпыз. Мына ер тұрмандардың ең алғашқы үлгілері мына Пазырық, Берел деген Алтайда неткен ашылған қорғандардан сақ жылқыларының жаңағы сол ер тұрмандары табылған ғой. Бұл ер тұрмандар өзі былғарыдан жасалғанда тоқым бар ғой. Сол тоқымның ішіне бұғының жүнін, не болмаса чөпті тығып тұрып, соған жаңағы аттың арқасына бір айылменен неткен екен, орнықтырған. О кезден үзеңгі шықпаған кезі, бұл біздің ерамызға дейінгі 3-5 ғасырлар, осыдан 2300 жыл, 2500 жыл бұрын, осы аттың арқасына жаңағы тоқым сияқты жұмсақ ерлерді осы сақтар пайдаланған. Ал одан кейін мына қатты ерлер бар ғой, қатты сүйекті ерлерді бұны ғұндар ойлап тапқан. Ол біздің заманымыздың 1 ғасырында қатты ағаштан сүйек ағаш ерлер, алдыңғы қасы бар, артқы қасы бар, ортасында бел ағаш дейді, екі жағында 2 қапталы бар. Осында ерлер ғұндар ойлап тапқан. Ерді қайыңнан, теректен, қарағайдан шауып жасаған. Ер жасалу пішініне қарай, қамбас ер, құспас ер, қазбас ер, үйрекбас ер, қазықбас ер, шошақбас ер, боқан ер, айбас ер, баламқол ер деп бөлінсе, пайдалануына қарай, еркек ер, әйел ер, бала ер, ашама ер, баламан ер, ал жасалған металына қарай, алтын ер, күміс ер, жасалу әдісіне қарай, ойма ер, шаппа ер, құранды ер деп көп түрге бөлінеді. Ал
елдік ұрулық белгісіне қарай тәпті де көп түрлерге жіктеуге болады. Көне түркі заманынан, сосын мына Шыңғысхан заманынан біздің ер-тұрмандар көп өзгермеген. Әсіресе мына керей ер, найман ер дейміз, бұл ерлердің жаңағы осы бес ағаштан жасалады өзі. Халық өлеңінде бар. Көшкенде жылқы айдаймын жиыстырып, ер қостың бес ағаштан қиыстырып деген. Сол алдыңғы қас, артқы қас ортасындағы жаңағы бел ағаш екі қапталы. Ал одан кейін мына біздің енді оңтүстік жақтағы қазақтар, олар құрандер жасайды. Құрандер жаңағы ағаштың енді бұнда 5 ағаш емес, 18-ден 22-ге дейін барып құрап тұрып жасайды. Одан кейін мына батыс қазақтарында қозы құйрық ер дейді, үйрек бас ер, осындайлар қолданған. Енді жалпы қазақта осы ердің, ер-тұрманның саны бір 15-ке жетеді енді. Ал ең осы көне ерлердің мына несін, конструкциясын, тұрпатын сақтаған осы керей ер. Қобыланды батыр эпосындағы үзөңгісі үзбалтын, тебінгісі термалтын, құйысқаны қоймалтын, жүгені бар түймалтын деп келетін тармақтар ата-бабаларымыздың ер-тұрманды қаншалық дәрежеде жасағанын айғақтайды. Айыл-тұрманды бұрын көк қайыспен жасаған. Кейін илеген теріден өріп жасайтын айыл-тұрман тапқырлаған. Жылқыны ұстап байлау үшін алдымен қайыс ноқта, өрме ноқта жасап, оны қайыс шылбырмен немесе қыл шылбырмен мама ағаштарға байлаған. Ал атты ертеп мінген соң, оны бет алған жаққа бұру үшін ауыздығы бар жүгенді тауып пайдаланған. Бір шал айтып берді. Сонда төрт тұрман деген мынау екен. Ер, жүген, сосын өмілдіріп құйысқан. Одан кейін бес тұрман деген, мына осы жақтың қазақтарында Алтай, осы Тарбағатай дейік, болмаса мына Арқа, Жетісу қазақтарында кезігеді, оның үстіне жаңа пыстан қосылады. Пыстанды білесіз ғой, мына ердің үстіндегі ат көрпені басып тұратыны. Енді осы ер-тұрман мәдениеті бүкіл осы көшпенділерден тараған. Соны мына ғұндардың көш арқылы, ғұндардың жаңағы Европаны жаулап алған кезінде бұл Европаға барған, ғұндардан Қытайға барған, Орта Азия арқылы, осы көшпенділер арқылы Индияға барған, сөйтіп осы аттың жаңағы жабдықтары, ер жабдықтары осы біздің жерімізден, елімізден таралған деуге болады. Ер тоқымның ат беліне берік тұру үшін төс айыл және шап айылды өріп істеткен. Төс айылға жалғап, ер көрпені басып ұстап тұратын пыстан таққан. Ер тоқымның еңісте ат мойнына кетіп қалмау үшін құйысқан, өрге шыққанда ат құйрығына жылжып кетуінің алдын алу үшін өмілдірік өріп пайдаланған. Үзөңгіні әуелде ағаштан, кейін түрлі металдардан жасап тағып, атқа мықты отырудың кепілі еткен. 6-шы ғасырларда мына көне түркілер Алтайдан шығып отырып, көк түрік мемлекетін құрып, теміршілдікпен айналысып, сосын мынау үлкен түрік империясын құрды ғой. Сонау неден бастап, Сібірден бастап, неге дейін, Қара теңізге дейін. Осы түрік империясын құрғанда бұлар неліктен осындай дүниежін жаулап алды, жарты дүние дегенде, мұны бірінші рет түркілер мынау үзөңгіні ойлап тапқан. Үзөңгінің ішінде темір үзөңгі, металдан жасалған осы үзөңгіге мінген, ерге, атқа мінген жаңағы жауынгер адам болсын үзөңгіге
тіреніп отырып, найзаны қылышты шапқанда, найзаны сілтегенде бұл атты әскердің жаңағы ерекше күшейіп кеткен ғой. Ал европалықтарда бұл болмаған. Атты тездетіп жүргізу үшін қамшы пайдаланған. Қамшыны ең алғаш 6 таспадан өріп, тобылғымен саптап істеткен. 6 таспа бұзау түс, былжырамай аттан түстейтін батырлардың сенім сөзі болған. Қазақтың қамшыдан үлкен қаруы жоқ дейтін бір мақалы бар. Қамшы қолыңда жүреді, 6 таспа ішіне өзек тастап өресің, оны тобылғымен гene саптайды. Тобылғы жолы жақсы болады деп, күрең тобылғыдан сап жасап саптап алады. Сол қамшыменен анық қамшыгер тәрбиеленіп үйренгенде, айыбыды маңғайынан тартып кеткен жерде сеспей қатырып өлтірген. Талай кісі алатын бураларды тартып жібергенде сол арада домалатып жіберген. Қазақтың қамшы түрлері 37 түрлік. Бұның көбі тобылғы сапты қамшы. Қамшы сабына істеткен материалына қарай, тобылғы сапты қамшы, мүйіз сапты қамшы, ырғай сапты қамшы, орама сапты қамшы, сарала қамшы, сылдыр қамшы, жыланбауыр қамшы, шыбыртқы қамшы, дырау қамшы, дойыр қамшы, бұзау түс қамшы, жортуыл қамшы, білеу қамшы, бала қамшы, өзекті қамшы, шашақты қамшы, жеңсе қамшы, шолақ қамшы, күдері қамшы, күмістелген қамшы, алтындаған қамшы боп жіктеледі. Ал өрмесіне қарай 6 таспа, бұзау тіс, 6 қырлы 12 таспа, өзек салынған 8 таспа, 12 таспа өрімдері болған. Десе де, қарағайлы көдік бойында, қамшым қалды тойында, бүлдіргісі бұлан терісі, өрімі құлан терісі, шырмауғы алтын, сабы жез деп келетін жыраулар жырындағы қамшылар бізге толық жете қойған жоқ. Ат жабдықтарының ең соңғысы таға 8 ғасырдан кейін әр елде пайда болған. Таға алғашында ағаштан жасалған, кейін дами келе металдан жасайтын болған. Таға жайпақ таға, емшек таға деп бөлінеді. Қазақта атты жорыққа шыққанда тағалаған. Жәйміс аттарды жазда тасырқамау үшін, ал қыста қатқақтан мұздан таймау үшін тағалап мінген. Қазақ жылқыларының қатты құйма тұяғы тағаны керек етпеген. Алайда хан сұлтан батырлар атты көбінесе сәндік үшін алтын, күміс тағалармен тағалағаны халық эпостарында кездеседі. Қабанбай батыр дастанында, Қабанбай жорыққа шыққалы жатқанында серігі Шағалақ батырға: «Ей Шағалақ, Шағалақ, ертіп едім жасыңнан, жүзгісіге бағалап. Қубас атты алып кел, 4 аяғын тағалап» дейді. Қазақ халқы арғымақтың тұяғы сазды басса жетілер, тасты басса кетілер деп атты тағасыз мініп тасырқатпайды. Жылқыны қызыл табан қып айдап, тағасыз мініп күржіктеткен адамды жетесіз санайды. Көшпенділердің барлық отырықшы халықтардан үстем шығуының тарихтары бойы, ол сан ғасырдан бері, мәселен біздің жыл санауымыздан бастап, тіпті одан арыдан бастап 15 ғасырға дейін көшпенді халықтардың рухы үстем, мәртебесі биік, жауынгерлік қуаты басым тұрған отырықшы халықтардан. Бұның ең негізгі себебі осы жылқыдан пайдалану, яғни атты жасақтар болған. Көшпенділерді әлем өркениетінің биік шыңына шығарған да осы аттың арқасы. Жылқының алысқа кетіп қалмау үшін
оны тұсау, шідерлеу, арқандау жолдарымен қолға тұрғызған. Мұндағы тұсау, шідер, арқандар көбінесе қайыстан екі түрлі жолмен жасалады. Бірі өрмешілік жолымен жұмырлап өріліп жасалса, енді бірі қайыстан жалпақтап тіліп жасалған. Ал арқан үш тіл қайыстан ширатылып та, жұмырлап 12 таспадан жоғары қайыстан өріліп те, қылдан есіліп те жасалады. Қазақ халқы қылқұйрықтың құрықтап қолға үйреткен күннен бастап оның заттық және рухани өмірінде қыруар жаңалықтар өмірге келді. Әуелі мына қыларқаннан түсіп айтсақ, бұл қыларқан жылқының жал құйрығынан естіледі. Жирен жылқының жалы мына сарғайып тұрған. Қара жылқының қылы. Ал енді бұл қыларқанның біздің өміріміздегі тұрмысымыздағы рол төтенше жоғары болған. Бұның беріктігі, суға шірімейтіндігі, сосын бұны жаңағы ат арқандауға тағы басқа көші-қонда жүк артуға істетеді. Ал бұның салттық өміріміздегі кешегі дала мәдениетіндегі орны тіпті жоғары. Бұрынғы заманда даушарға барған екі жақ бір қыларқан алып баратын болған. Сондағы билік әділ болса, қыларқанды ордасынан кесіп екі жақ алып кетеді. Ал сол билікке разы болмаса, әділ емес деп қараса, қыларқанды қимай алып кететін болған. Біздің тілімізде бар қара қылды қақ жару. Сондағы қара қылды қақ жару дегеніміз осыдан қалған. Ал мынау көріп тұрғандарыңыз ноқта. Бұған тағылып тұрған міне қылшыл бір. Бұл да сол жылқының қылынан есілген. Ал енді осы ноқтаға қатысты біздің тілімізде ноқтасын беріп тұр. Үйірі басқаны ноқта қосады, атасы басқаны қыз қосады деген тұрақты сөз орамдары бар. Ал мынау жаңағы ноқтадан кейін аттың басына салынатын жүген. Бұл қайыстан түйіліп те жасалады, өріліп те жасалады. Көріп тұрғандарыңыз өрме жүген. Ал енді жүген туралы да біздің тілімізде үлкен образды тамаша тіркестер болған. Қазақ тидаусыз кеткен адамды жүгенсіз кеткен деп атап жатады. Ат ауыздығымен су ішті дейді. Бұл қиын күндерді білдіреді. Дізгін ұстатты дейді. Жаңағы үмітінен шыққан адамды болмаса жүйрігін дізгін ұстатты деп мақтасып жатады. Күмістелген пыстан. Бұл ер тоқымдағы ер көрпені ұстату үшін істетіледі. Бұған айыл жалғанады және ерді аттың үстінде жылжымауға пайдаланылады. Үзеңгі. Бұл үзеңгінің ролы атқа мінген адамды атқа орнықты отырғызуда, мықты отыруда ерекше ролы бар. Бұған қатысты тілімізде үзеңгі бауы 8 қабат деп образдайтын сөз бар. Бұл негізінен бардан бай адамдарды көрсетеді. Одан басқа аттан түссе де үзеңгіден түспеді дейді. Бұрынғы замандағы билер биліктен қалса да, ел арасындағы атағы абыройы бар, әлі де ықпалы бар адамдарды аттан түссе де үзеңгіден түспеді деп атаған. Өріп жасалып, күміс жалатқан құйысқан, мисалға енді құйысқанға қыстырылма. Айылың қанша қатты болғанмен құйысқанға жетпейді, кескілесіп кеткенмен туысқанға жетпейді деген мақал тіркестері де бар. Қамшыға қатысты біздің тілімізде қыруар тұрақты сөз тіркестері, мақал мәтелдері бар. Қамшы сөзінің тілімізде осыншалық көп қолданылуы, тұрақты сөз тіркестерінің көп пайда болуына қарағанда, қамшының біздің рухани заттық өмірімізде төтенше жоғары болған білуге болады. Мисалға енді осы қамшы туралы, қамшыға қамшы қайтарды, қамшысының ұшын бермеді, қамшы тиді деген көптеген тіркестер бар. Тек қайшылықтың өзін білдіретін. Біздің батырларымыз осы қамшыны үлкен жан серік ретінде, елін, жерін жаудан қорғау жолында да қару ретінде де пайдаланған, көлік жүргізуден басқа. Сол батырларымыздың аузынан қалса керек, алты таспа бұзаусыз былжырамай аттан түс дейді. Қамшының ішінде ең өткірі алты таспадан өрілген қамшы ең өткір болады. Оның өтімділігі ұрған жерін ойып кетеді дейді бұрынғы үлкендердің айтысында. Енді ердің түрлісі болады. Бұл ер әйел ері болып бөлінуден басқа, мәселен қазақта 300 бар, 300-дің ері және түрлі ұрулардың ері болып, алуан түрлі формасы болады. Ал енді мына көріп отырғандарыңыз күмістелген ер. Ерге қатысты айырылатын дос ердің артқы қасын сұрайды. Ал енді көріспейтін адамдарды, бірақ ат құйрығын кесіскен адамдарды қанжыға да көрісейік деп қоштасып, араздасып жатады. Ал бұл көріп тұрғандарыңыз келі мен келсап. Келіге халқымыз жаңа тұз түйген, тары, бидай түйіп тұрмысында пайдаланған. Келінің сыртына жылқының терісі қапталған, терісі болғанда бас терісі.
Бұл осы келінің беріктігіне және сәні үшін қапталған. Айта берсек өте көп. Осы ат абзелдеріне қатысты атаулардың өзінен неше жүзін атап өтуге болады. Біздің тақымымызда жылқы болғандықтан ғана осынау абзелдер мынау ер дүниеге келді. Осылар болғандықтан ғана жаңегі қыруар образды тіркестеріміз пайда болды. Ал жылқы болмаса, осыншалық образды тіркестеріміз болмас еді. Жаңегі қолымыздағы қамшы да, астымыздағы еріміз де, мынау кең байтақ жерімізде болмас еді. Қазақ баласының қолына түскен қу шыбықтан бастап, атасының таяғы, тәпті апасының сабауына дейін ат болып қуағашқа жан бітеді. Жаратылыстың сан қырлы құпиясын танып білуде, өмір мен өлім арасын байланыстырар да, үнемі жылқы кірісіп отырады. Жылқы қазақ даласының екінші есімі десек артықтық етпейді. Байтақ даланы меңгеру үшін, осыншама шалғайлықты қаусыру үшін бізге тек аттың ғана жалы мен белі, тұяғындағы желі серік болған. Жылқы арқылы ғана осыншама мол құрлықтан, екі құрлықтан өзіне қатысты Сар теңізден Ақжайыққа дейінгі солтүстік жағы анау Байыншоқты тундраның тұзынан оңтүстігі Аталай тауына шейінгі екі ортаны бірақ сол жылқыменен қорғап қалған, жылқымен өзіне қаратып алған, жылқымен өзі меңгерген, жылқыны сол арада өсірген, чет чегі жоқ батырлық осындай өрескел ерлігі, чет чегі жоқ жүйрік жылқы арқылы қолға келген мәдениеттің түп төркіні екенін жылқыдан табылды. Ат ердің қанаты, ат жалын тартып мінген, ат тұяғын тай басар, ат жетпейтін жер жоқ деген секілді даланың өзіндей шетсіз шексіз қанатты сөздер ғасырлар бойы халық жадында сақталды келеді. Ат құйрығын кесісу деген сөз бар. Бұл қазір ат кекілін кесісу деген екеуі қатар қолданылады, және мағынасы бірдей, арадағы қатынас түзу, біржола кетісу деген мағына береді. Бірақ бізге жеткен деректер бойынша бұл екеуінің бұрын белгілі парқы болған. Ат кекілін кесісу дегеніміз рулар ара, екі рудың арасында кісі өліміне байланысты үлкен дау шыққан кезде қолданылатын бір түрлі ғұрыптық әдет. Бұнда өлген адамның денесі ортаға қойылады, екі жақтың өкілдері екі жақ жиналып алқа болып отырады. Ортаға өлген адамның аты келтіріледі. Аты келтіріліп болғаннан кейін алқабилер немесе арағайындар екі жақты татуластырады, жарастырады. Ал біржола бітімге келе алмаймыз, құнға тоқтамаймыз деген жағдайда сол өлген адамның атының кекілін кесетін болған. Бұның мәнісі енді тек қана жаулық бар, татулық жоқ деген семантиканы білдіретін болған. Өзінің өмір сүру қалпы мен болмысына қатысты көптеген тұрақты сөз тіркестерін жылқы түлігіне қатысты қалыптастырған. Қазақ жылқысына тән 10 мыңдаған түбір сөз бен 100 мыңдаған тіркес сөз бар екені зерттеушілер жағынан зерделене бастады. Ерте кезде мәселен рулардың саны, адам саны белгілі мөлшерге жетіп, жер өспейді, адам өседі. Ал жер жетіспеген жағдайда қайтеді, рулар бөлінеді. Рулар бөлінген кезде 8-ші атадан бастап бөлінуге рұқсат. Үлкен рулардың жиыны болады, сол рудың. Жиыны болған кезде жиналған ел екі жаққа бөлініп, үлкен ру өзінің мына жағына ал кетісетін ру бір жағына отырады. Соның ортаға ала атты әкеледі. Ала атты әкеліп, ала аттың құйрығын кеседі. Құйрығын кесіп болғаннан кейін атты сойып, соның қанына, сол жаңағы сойылған ала аттың қанына саусақтарын батырсып анттасады. Бұндағы арнайы түрде ала атты таңдап әкелетін себебі, ала деген оған енді ақ пен қараның
араласқаны бұл бүкіл көшпенділердің бүкіл дүниетанымында ақ пен қара, жарық пен қараңғы, жақсылық пен жамандық, осы дүние осылардың тайталасынан тұрады деген сенім болған. Алатты таңдайтын себебі жақсылықты жамандықты бірге көтерген қатынасымыз үзілді. Енді біз екіге бөліндік деген қоштасу рәсімі бұл. Атың барда ел таны желіп жүріп, жігіттің сорлысын, аттың жолдысы теңейді. Жылқының үсті жел, сүті ем. Қазанат қамшы тигізбейді, азамат жоғын білгізбейді. Ақылды ердің ішінде алтын ерлі ат жатар, ақылды әйел ішінде алтын бесікті ұл жатар. Ат айналып қазығын табар, ат аунаған жерде түк қалар. Ал енді жалпы жылқының өзін, қазақ жылқының өзін өлшемге пайдаланған екен. Жаңағы атау негізінде. Ол уақыт өлшемі, ұзындық өлшемі, жылдамдық өлшемі, биіктік өлшемі, тереңдік өлшемі, қалыңдық өлшемі. Мысалы біз жылқының қардың қалыңдығын жылқының шашасынан, болмаса тұсарынан, ат сауырынан, ат құлағынан деп, судың тереңдігіменен қардың қалыңдығын өстіп өлшей береміз. Ал шөптің биіктігін де сөйтеміз. Аттың денесімен өлшейміз. Бірақ аттың денесі болғанда соның әрбір жерінің атаулары бар. Жылдамдық туралы да өлшем бар. Мысалы, аттың жалы түйенің қомында. Аралық туралы ат шаптырым жер. Болмаса, бие сауым уақыт. Осының барлық аттың өзі тағы өлшемге айданады. Қазақ құрамалы жасанды ұлт емес, табиғи ұлт. Табиғи ұлттың табиғатпен белсенді байланысының айғағы жылқы. Қазақ үшін лауазым шеннің, мәнсәп биліктің де биік шыңы аттың үсті. Өмір бойы өнегелі ісімен үлгі болып, шау тарсса да шалдықпаған, халқының қамын жеген ел ағасын ат үстінен түспеген жан дейді. Бізге бабалардан жеткен мынадай жыр жолдар бар. 8-ден не жаман, серкесінде ат мініп, ат құйрығын шарт түйіп, сергелдең болған сол жаман дейді. Бұл осы сөздің түбіне қарасақ, ат құйрығын шарт түйу тек ұзақ сапарлар кезінде немесе жорықтар кезінде атқарылатын рәсім болған. Қазақтың сән салтанатының көркі де жылқы. Сондықтан да бүгінгі жас ұрпақтың келешегі кемел туған елін жан тәнімен сүйетін, жады мықты, жанары отты, рухы биік азамат болып ер жету үшін ұлттық тәлім тәрбие беруде жеткіншектеріміздің жылқы түлігі туралы таным түсінігін байыту үшін күші де, көркі де, сүті де, жүйріктігі де халықтық қасиеттен тұратын жылқыны зерделеу жұмысы тынбаған дұрыс.